Достар, сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сізге қарыз адамдардан ақшаңызды қалай жинап аласыз. Жалпы ақшаның ережесі бойынша сіздің де қарыз болғаныңыз жақсы нәрсе емес, және сізге де адамдар қарыз болғаны дұрыс емес. Сондықтан осы ақшаның балансын ұстап, немесе толығымен ол қарыздарды кешіресіз. Жалпы болашақта сіз қайта сұрайтын ақшаны қарызға бермейсіз. Бергенде адамға көмек ретінде қанша ақша бере аласыз, сонша бересіз. Сұрап тұрған сумасынан азырақ болса да. Бірақ сол мысалы бір айдан кейін қайтарам деп үлкен сума сұрап тұрса, ол нәрсені сіз кері күтетін болсаңыз, бір айдан кейін әрі қарай онда бермеңіз. Сондықтан жалпы тек көмек ретінде, садақа ретінде қанша сума бересіз, соншаны ғана бересіз, және ол туралы ұмытасыз. Кері қайтарса, әрине өзіңіз білесіз, қабылдайсыз ба жоқ па. Кері қайтара алмай қалған жағдайда ол туралы сіз сұрамайсыз. Бұл енді жалпы үлкен ереже ақша бойынша. Бұдан бөлек, енді уже сізге қарыз адамдар бар, және сіз оған кәдімгі мұқтажсыз, ол өз ақшаңызға, оған үміттендіңіз, ол ақшаны кері қайтарады деп, оған бір жоспарыңыз болды делік, онда қайтесіз? Барлық адамдардың негізі жалпы тізімін жүргізесіз әрдайым. Сізде ол жазылу тұру керек, сізге кім, қанша және қашанға дейін ақша алған. Енді ол кісі сол мерзімінен кешіктірсе, көп уақыт кешіктірсе, сізде бір түрлі болып жүріп, ол да бір түрлі болып, бір-біріңізді көрместей болып кетпей, ол кісіге қайтадан хабарласасыз және қайта келісімге отырасыз. Ешқандай ұрыс керіссіз, ешқандай бір қатты сөйлемей, көркем түрде түрлі жағдайлар болған шығар, есіңде ме, сен мынандай ақшаменен алған едің, енді өзіңізді бір ақтаудың қажет жоқ, маған ол ақша қазір керек болып тұр деп, енді өзіңіз ыңғайыңызға қарай жазасыз. Және егер саған ол суманы бірден қайтару мүмкіндігі болмай жатса, бөліп бере берсең де болады десіз, және оның реакциясына қарайсыз. Негізі көп адам қуанады, жақсы болды, мен бәрін бір жинайым деп, сол никак жинай алмай жүрмін деген сияқты. Сонда келісуге болады. Давай, мысалы, саған қандай сума ыңғайлы? Айына бір 10 мың, 20 мыңнан 4-5 айда жауып тастайсың. Сен де ешкімге қарыз болма, мен де былай енді сәлеміміз түзу болсын деген сияқты. Болды, солай келісіп біреулер бере бастайды. Міне саған бірінші 10 мың, 20 мың деп аудара салады. Немесе ол кісі де негативті кейде реакция беру мүмкін, жоқ, ондай 10 мың жоқ деген сияқты. Онда жалпы ол кісі саған қарызды қайтаруға ниеті бар ма, жоқ па, соны білу үшін қазір сенде қанша бар, сонша аударшы деп сондай сұрақ қоясыз. Осы сұрақ негізі бірден сізге жағдайды көрсетеді. Білмеймін қанша, 1000 теңге ма, 500 теңге ма, 2000, 5000 қанша бар, сонша аударшы қазір маған, қалғанын солай қайта келсек, айына қанша аудара аласың, солай бөліп бер деп. Енді сол сәтте негізі енді 500 теңге болсын, әрбір адам аудара алатын жағдайда, шүкір, қазір енді бәрібір өзінің наны, күнделікті шайына, суына ақша табады адам, аш жүрген жоқ. Енді сол сәтте егер ол адам ештеңе аудармаса, тіпті 500 теңге сізге аудармаса, тіпті 100 теңге дейікші, минимальный, бізде перевод 100 теңге аудармаса, онда ол кісіге солай жазасыз. Жарайды, онда түсінікті, мен саған бұл қарызыңды кешірдім. Қандай сума болмасын, ол сіздің жаңа ақша ережесіне сай энергияңызды көбірек алады. Сол бір қанша сума болмасын, сіз одан да көп ақша табуыңыз мүмкін мұн жаққа, ал сіз сол энергияны мына бір адаммен жаңағы нашар энергияға жұмсап жүрсіз. Ол тіпті сізге қайтаратын ниеті жоқ, ол қайтармайды да, а сіз жаңа ақша табудың орнына бүкіл энергияңыз мұн жаққа кетіп жатыр. Сондықтан оны күтпей, сол кешіре салдым, бұл ақша енді сен маған қарыз емессің дейсіз. Сондай хат жазасыз. Онда звондасаңыз айтасыз, ауызша айтасыз деген сияқты. В общем, даже 100 теңге аудармаса, сол сәтте любой сумма қайтара баста дегенде, сіз сол жерде сол қарызды сол адамға толығымен кешіресіз. Сол туралы айтасыз. Сол сәтте кейбіреулері, жоқ, маған ондай сенен садақа керек жоқ,
мен қайтарам, міне саған деп, кейде бүкіл сумманы, кейде жаңағы жарты сумманы бөліктеп қайтарып жатады. Негізі адамдар біреуге андай енді саған садақа деп енді айтпасаңыз да, енді жоқ, мен оны қайтарам, негізі ниетім бар деп айтуы мүмкін. В общем, осы жерде әртүрлі жағдай болып жатады. Және кейбіреулер о деп қуанып кетеді. В общем, жарайды, жақсы, рахмет дейді, болды. Ары қарай сәлемімізді түзу, ол туралы мен саған есіңе салмаймын, сен де оны уайымдама деген сияқты. Ары қарай кім болды ол сізге, туысыңыз ба, досыңыз ба, сол ретінде араласа бересіз. Және сіздің ақшамен қарым қатынасыңыз ары қарай түзеледі. Міне осылай өзіңізге қарыз адамдар және мерзімін асырған адамдармен қайтадан келісімге отырып шығасыз. Және өз табысыңыз берекелі болсын, алдағы уақытта тек есіне салмайтындай, кері сұрамайтындай ғана ақшаны қарызға беріңіз. Менің осы видеом сізге ұнап жатса, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз және менің каналыма жазылып қойыңыз, тіркеліңіз. Қош сау болыңыз.